Адам деген әлемнің анық бағы, түсінермін олардың данышпаны. Әділетті болу үшін алдымен мейірбан болу керек. Көздер сөйлей алады, қуаныштан күле де жылай да алады. Көздермен естен адастыруға да жылата да аласың. Сөздермен алдауға болады, бірақ көзбен алдау мүмкін емес. Адамның көздерінде тылсым күш жатыр. Бәрін түсіндіруге болады, бірақ бәріне емес. Біреуге риясыз сену, оның қолына өз еркімен өткір қанжар ұстатқанын. Лыпып тұрған қанжармен ол сені қорғауы да мүмкін, бауыздауы да мүмкін. Ей көңілім, сыйлық күтпе бұл заманнан қараңғы. Уақыт озар, барлығынан шаң қаптырып адамды. Дертің әр сәт күшейеді, ауырады тынымсыз. Күткен менен мына уақыт емдемейді жаранды. Жас та өтер, бірте-бірте кәрі де өтер. Баянсыз бұл жалғанның бәрі бекер. Жаһанда мәңгі жасар жан жоқ сірә, кетеміз кетті келер тағы кетер. Жұлынған гүл сыйлануы тиіс, жазыла бастаған өлең аяқталуы, ал сүйікті әйелің бақытты. Олай болмаса, әлін жетпес тірлікті бастамауың керек. Уайым ертеңгі мәселені шешпейді, тек бүгінгі мазаны алады. Маған адамның кедейлігі емес, оның ойы мен жанының кедейлігі қынжылтады. Әрекет етпей арманға жетуді ойлау, егін екпей оны жинаумен тең. Ақмақпен достық құрып жетіспейсің, дананың берген уын қабылда, ақмақтың қолынан алтын алма. Өмірде дана секілді сүргін келсе, екі басты қағиданы жаттап ал. Әр нәрсені жегенше аш қалған дұрыс, әркіммен өмір сүргенше жалғыз болған дұрыс. Жұрттың бәріне бірдей дос боламын дегендер ешкімге де дос бола алмайды. Бөтенге шексіз сеніп қалудан сақтан. Дос деп құрмет тұтып жүрген адамының өзі сені сатып кетуі мүмкін. Өмір сүрудің екі заңын білген адам бақытты болар. Бірі не болса соны жей бермей, азығына талғаммен қарайтын жан. Бірі кім болса сонымен дос болмай, айналасындағы достарын жөнімен таңдай білетін адам. Адамның санасы қаншалықты төмен болса, ол мұрнын соншалықты аспанға шүйіреді.